Сәлем достар! Эфирде қарапайым құбылыстардың құпиясын ашып, сырына білетін мен зерттеушімін бағдарламасы. Мен зерттеушімін бағдарламасының жүргізушісі, мен бәйтерек көбекжайының тәрбиешісі Құрбанқали Сабина Досанқызы. Және де тігіліңіз Айкөркем. Балалар, көптен бергі қолдарыңызда жүрген, зерттеуін деп қызығып жүрген құпияларыңыздың сырын біздің арнамызда тікелей эфирге соғып біле аласыздар. Ол үшін астында көрсетілген байланыс нөміріне Хабарласыңыздар. Айкөркем, біздің арнамызға қоңырау келіп түскен секілді, бірге тыңдайық. Айкөркем, мен сенің бағдарламаңды жөніне қараймын. Құпия зерттеулеріңді сенімен бірге тамашалаймын. Менің саған сұрағым бар. Жауын жауғанда кемпір қалай пайда болады, соны маған зерттеп бересің бе? Менің досымның сұрағына көмектесейікші. Көмектесейік, Айкөркем. Апай, шынымен де кемпір қалай болады? Айкөркем, кемпір күн сәулелерінің су тамшыларына шағылысып, сынып және шашырау нәтижесінде пайда болады. Күн сәулесі су тамшыларына түскен кезде оларды жіктеп, түрлі түстерге боялады. Осы түстер біздерге аспанда кемпір тәріздес болып көрінеді. Олай болса, Айкөркем, қарапайым тәжірибемізді бастайық. Жарайды, апай, бастайық. Айкөркем, олай болса тәжірибемізге керекті құралдармен танысып алайық. Жарайды, апай. Қан, түрлі түсті бояулар, су. Және де шыны ыдыс, бос пластикалық ыдыстар, және де инесіз шприцтар қажет болады екен. Айкөркем, ең әуелі осы бос пластикалық ыдыстардың ең біріншісіне 1 ас қасық қан саласың, екіншісіне 2 ас қасық қан саласың, үшіншісіне 3 ас қасық қан саласың, және төртіншісіне 4 ас қасық қан саласың. Жарай ма, Айкөркем? Ал мұқият жасай ғой. Енді, Айкөркем, біз қанттарды өзінің орындарына салдық, я? Енді оның ішіне біз суды құюымыз керек. Әрбір ыдысқа суды 3 қасықтан саламыз екен. Кемпір қосақта әртүрлі түстер болады екен, я? Оларда қызыл түс болады, жасыл түс болады, сары түс болады, және де көк түс болады екен. Ал біз жайлап осы қызыл түсті аламыз, ең бірінші стаканға салып, осылай араластырамыз. Қандай түс пайда болды, Айкөркем? Қызыл түс пайда болды, жарайсың. Енді біз екінші ыдысқа сарыдан саламыз. Ал, сары қойсай. Сары түстен саламыз. Сары болды, я? Қызық болып жатыр ма, Айкөркем, саған? Иә. Ал енді үшінші ыдысымызға жасыл түстен салайық, көбірек саламыз. Жасыл түстен. Қандай түс болды, Айкөркем? Жасыл түс болды. Мен көмектесемін саған. Ал одан кейін қандай түс қалды бізде? Көк түс қалды. Енді көк түсті алып, төртінші ыдысқа сала ғой. Қандай түс болды, Айкөркем? Көк түс болды екен. Саған тәжірибеміз ұнап жатыр ма, Айкөркем? Иә. Мына ыдыстарға не салдық? Түрлі бояулар. Айкөркем, біз осылай не әртүрлі түстерді шығарып алдық, я? Қанттың көмегімен. Енді біз осындай бос шыны ыдысымызға осы сулардың барлығын рет-ретімен қояйық. Ал оған бізге шприц аламыз. Енді жасыл түсімізді аламыз. Енді қарашы, Айкөркем. Көрдің ба? Біздің тәжірибеміз шығып отырған сияқты, я? Апай, керемет. Қара, Айкөркем. Біздің түстеріміз не әртүрлі болып шықты екен, я? Иә. Кемпір қосаққа ұқсай ма? Иә, апай. Біздің тәжірибеміз міне осылай әртүрлі түстермен кемпір қосақ болып шықты, я? Саған тәжірибе ұнады ма, Айкөркем? Иә, апай. Айкөркем, бүгінгі біздің тәжірибеміз өз мәресіне жетті. Саған бүгінгі тәжірибеміз ұнады ма? Иә, апай, ұнады бізге. Біз сенің досыңның сұрағының жауабын міне осылай шештік, я? Ал біз осы кемпір қосақтың жасалу жолдарына қандай заттарды қолдандық? Айта қойшы. Түрлі түсті бояулар, және де Қантты қолданды, я? Айкөркем, жалпы кемпір қосақ деген жаңбырдан кейін пайда болады екен. Оның әртүрлі түстері бар екен, я? Оның әртүрлі түстері, яғни 7 түсі болады екен. Ал біз солардың негізгі түстерін 4 түсін жасадық, я? Осымен бізге берілген тікелей эфирлік уақытымыз аяқталды. Біздермен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Достар, сендерге тәжірибе ұнады ма? Ұнаған болса, біздің бағдарламамызды үзбей көріңіздер, балалар. Осымен біздің тәжірибеміз аяқталды.